Баршаңызға сәлем. Бүгін біз жұп-жұмсақ медовик тортын дайындайтын боламыз. Сіздің үнемі қоржыңыз қатып қалатын болса, дәл осы рецептпен жасауға кеңес беремін. Ол үшін таза ыдысымызға жұмыртқамызды салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Содан соң қантымызды аз-аздан сала отыра, тағы да миксерлейміз. Миксерсіз жасасаңыздар да болады. Қантымызды бірден салмаймыз, аз-аздан сала отыра миксерлейміз. Осылай аппақ масса болғанша миксерлеп аламыз. Содан соң ыдысымызды отқа қойып, әселімізді құйып, содамызды салып, араластырамыз. Дәл осындай реакция жүретін болады. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап отырыңыздар. Үнемі қозғап тұру керек болады. Жаймен түсі сарғыштанып, қоңырқай түс болып шығады. Өздеріңіздің қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Мен шамалы тұйықтау қоңыр медовик шығу үшін қатты қоңыр болғанынша араластырып тұрдым. Мінекей менің массам дайын болды. Сәл 5-10 минутқа суытамыз. Содан соң жаңағы жұмыртқа мен қантымыз араласқан массаға аз-аздан сала отыра миксерлейміз. Бірден құйып жібермеңіздер. Аз-аздан сала миксерлейміз. Массамыздың түсі осылай өзгеретін болады. Содан соң сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Алдын ала електен өткізіліп дайындалған ұнымызға қопсытқышымызды салып, аз-аздан сала отыра араластырамыз. Ұнымызды бірден салып жібермейміз, аз-аздан сала отыра миксерлейтін боламыз. Келесі жолы қандай тәттінің рецептісімен бөлісейін, комментарияға жаза кетіңіздер.
Дәл осындай қою массамыз дайын болды. Енді ұнымыздың үстіне 2 ас қасық немесе 2,5 ас қасықтан сала отыра ұнға малып аламыз. Дәл осылай қолдың көмегімен малып алып, табамызға салып, қолдың көмегімен домалақтап жаятын боламыз. Пешімізді 180 градуста қыздырып қоямыз. Пешімізге қызарғанша салып аламыз. Тез дайын болатын болады. Дайын болған коржымызды дәл осылай форманың көмегімен кесіп аламыз, немесе пышақтың көмегімен кесіп алсаңыздар да болады. Мінекей біздің корждарымыз дайын, жұп-жұмсақ болып шығады. Кез келген крем қолдансаңыздар болады. Мен Наполеон тортының кремін қолдандым, яғни қойытылған сүтпен сары майымызды араластырып ортасына жақтым. Заварной крем қолдансаңыздар да болады. Мінекей біздің тортымыз дайын. Дәл осындай жұп-жұмсақ медовик торт болып шығады. Дәмі тіл үйіреді. Дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған Аймекен. Ас болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.